Как вы? Это вы южная полиция, да? Вы не понимаете, вы даже не понимаете язык страны проживания. Вы не понимаете, вы как государственный служащий. Тірәтіріңіз, сөзімді бөлмеңіз, мінеке қараңыздар, бүкіл Қазақстан қараңыздар. Мінеке мына кісі, я не понимаю дейді, қараңыз, не понимаю дейді. Қалай мына мемлекеттік қызметкер Павлов қол астында осындайларды алып алған? Мемлекеттік қызметте істеп, мемлекеттік тілді түсінбейтіндерді. Мінеке мына кісі... Русский язык же, он же используется наравне с казахским. Мен қазақша сөйлеп білемін. Қараңыздар, сіз кім боласыз? Мен жаңа представился же. Қазақша айтыңыз. Мен тергеуші Рысбеков Бауыржан вот есімім. Енді мінеке қараңыз, Рысбеков тергеуші, мінеке қараңыз, Ахметжанов министр қараңыз. Рысбеков Бауыржан, осы мінеке қазақ тілін білмейтін мінеке күліп тұр, кекетіп тұр енді, я? Соларға мінеке қолдау көрсетіп тұр. Құл саналы адамдарды мінеке жинап алған Павлов қоласына. Мінеке сол үшін екі жыл мені қабылдамайды, өйткені мемлекеттік тілді білмейді. Қол астына, айналайын, Павлов мені қабылдамайды. Павлов мені қабылдамайды. Айналайын, Павлов мені қабылдамайды. Құл саналы адамдарды неменемен нетем тыңдаймын. А сондай, өйткені сен өзің мемлекеттің тілін мансық қылып тұрсың. Мансық қылып тұрсың. Мінеке қараңыздар, Ахметжанов, мінеке қараңыздар, сөз айтуға барым, мінеке Ахметжанов, мырза, министр мырза, сіз өзіңіз мінеке осындайларды сатқындық жасап отырсыз ба? Мінеке Склярдың қоласындағы Павловтың қоласындағы мінеке қызметкерлер, я не понимаю ваш язык. Мінеке қараңыздар. Когда слушать научитесь, когда подойдете, ладно, сізбен егер сөйлескіңіз келіп тұрса, мен қазақ тілін жетік меңгергем, қазақ тілінде таза сөйлей білем. Сондықтан маған жала жаппай ақ қойыңыз, қазақ тілін білмейді деп. Қазақ тілін білмейді деп мен айттым ба? Бір рет айттым ба? Мен просто сіз айтып тұрсыз, құл саналы. Это 100% құл саналы. Барлық адам біле бермейтін сөз ғой, айналайын, құл саналы деген сөз, ол құл саналы. Сен жетік білсең, құл саналы деген білесің. Жақсы, сау бол.